Ассалаумағалейкум армысыздар. Санаға сәуленің аса құрметті көрермендер. Алдарыңызда әдеттегідей педагог қоғам белсендісі Жұмабек Әлімханұлы. Бүгінгі тарқатып айтатын тақырыбымыз қазақ қыздар жайында болмақ. Қыз өссе елдің көркі, қыз өрістеп, қызда ұлттың намысы ретінде аса жоғары бағалайтын қазақ халқы үшін айтқан кезде, қай ғасырда болмасын қазақ қыздарының ар намысы ұлттың намысы ретінде өте жоғары бағаланған. Сондықтан да біздің тарихтан енді сондай эпостарымызда, жыр-дастандарымызда, мынау ғашықтық қиссаларында керемет аңызға айналған кейіпкерлеріміз жетерлік. Әрине ол реал өмірде болған. Арысы Төлеген Қыз Жібек, Салиха Сәмен, Қалқаман Мамыр, Қозы Көрпеш Баян Сұлу, соңы мынау Қасен Жәмила сияқты қаншама осындай аңызға айналған ғашықтарымыз бар. Олардың өмірі трагедиямен аяқталса да, осындай махаббатты ту еткен, тіпті бүкіл әлем әдебиетіне өзіндік ерекше бір даралығымен, құндылығымен, мақтанышпен айтуға болатындай салмағы бар, өзіндік үлкен әсері бар деп білеміз. Және өзіміз сонымен мақтаныш етеміз. Мен қазақ қыздарына қайран қалам деп Исраил Сапарғали ағамыз жазған өлеңнің сөзіне керемет ән туған білесіздер. Оны да біз қазақ қыздарының сипатын жақсы берген әдемі ән деп айтамыз. Енді сол әнді айтылғандай, шынымен де қазақ қыздарына қайран қалатындай керемет бір мінез құлқы, ар ұяты, сондай бір ұжданы, намысы болған еді. Тарихтан белгілі біздің қазақ батырларымен бірге жауға шапқан батыр қыздарымыз, аналарымыз болған. Оны өткен бір шығарылымда айтып өттік. Тіпті бүкіл ұрулы елдің мынау атына айналған аналарымыз қаншама. Арсы жаңағы Домалақ анамыз, одан туған қыздары Нұрбике, Күнбике, біреуі Найман ішінде мынау Матайдың шағырынан тарайтын ұрпақтарының қыз Аяна, сол қыз әйелі деп аталып кетті. Одан кейін оның сіңлісі Найман ішінде мұрын ұру болып аталды. Сосын Абақ Керей, Ашамайлы Керей деп бөліп айтқанда, Абақ анадан туған балаларын Абақ Керей деп атады. Оны да жақсы білесіздер. Және батырлардың өзіне сай жарлары және қыздары болған. Қабанбай батырдың қызы өзі әкесімен бірге жауға шапқан, қателеспесем есімі Назым Бедия. Енді мынау әйгілі Кенесары ханның қарындасы Бопай қол бастаған батыр болған. Көрдіңіздер ме, мінекей біздің қыздарымыз жай ғана бір сұлулықтың, көркемдіктің, нәзіктіктің ғана иесі емес, осындай өр рухтың, батырлықтың иесі болған, соның символы болып қалды. Енді дәл қазіргі таңда біздің қазақ қыздарының халі қандай дегенге келетін болсақ, әрине мынау нарықтық заманда демократия, еркіндік дейміз, таңдауын өзі жасап отырған заманда қалай болып жатыр десек, көзіміз көріп жүр. Қазақ қыздарының тағдыры кейде көптеген ұлт зиялыларын алаңдатады. Ол шындықта. Өзге ұлтқа тиіп жатқан қазақ қыздарымыз қаншама. Оған кім кінәлі? Біз енді көбінде қыздарымызды кінәлаймыз, оның ата-анасын, тіке туыстарын кінәлап айтып жатамыз. Және бұған не себеп? Енді балапан басына, тұрымтай тұсына болып жатқан кезде біз тұтас ұлтты кінәлаудан аулақпыз десе де, осыған бәріміздің де қатысымыз бар сияқты сезіледі кейде. Егер біздің жігіттеріміз шынымен қазақ қыздарын аяласа, ардақтаса, ұлттың намысы ретінде басына туып көтеретін болса, бізді жетім жесірлер болмаса, қазақ қыздары аялы алақанда қазақ жігіттерінің етегін ұстап,
содан шынайы бақытты болса, бүгінгідей кім көрінген күлділең көк аттың етегінен ұстамас еді-ау деп те ойлаймын. Дәл қазірге дейін енді бейресми енді мәліметтерде әртүрлі айтылады ғой енді. Қанша мыңдаған қазақ қыздар шетел азаматтарының етегінен ұстап тұрмысқа шықты деп. Жаңағы қара зеңгісі бар, арабтарыңыз бар, түріктер, қытайлар, орыстар деген басқа ұлттарға қаншамасы тиіп кетті. Бірақ соның нақты сандық мәліметін мен іздеп таппадым. Мынау ұлттық статистика агенттігінде онда ешқандай мәлімет жоқ. Тек қана 1991 жылдан 2007 жылға дейін тек қана 74 Қазақстан азаматшасы Қытай азаматына некеленген деген ғана дерек бар. Ал одан кейінгі дерек жоқ. Ол неге берілмейді? Мен соған қайран қаламын. Неге ашық жарияланбайды? Әрине некеленетін болса, міндетті түрде неке куәлігін алады, тіркеуге тұрады. Ол ақпарат ашық берілу керек еді ғой. Ол неге жасырып, жабық күйінде тұр? Бұл түсініксіз. Енді мынау әлемдік үрдіс қой енді. Шетел азаматтарына да тұрмысқа шығып жатыр. Жаһандану дәуірінде ол таңғалатын нәрсе емес. Мысалы енді оған әр елдерде әртүрлі заңдары бар екен. Мына басқа елді айтпай қоя, өзіміздің Орта Азияда мына Түркменстан қызы шетел азаматына тұрмысқа шығатын болса, міндетті түрде елдің бюджетіне 50.000 ақш доллары қаражат құю керек екен. Ол аз ақша емес қой. Екінші, мына Өзбекстанды айтар болсақ, онда 40.000 ақш долларын ел қазынасына құю керек. Ал Түркияда 80.000 доллар мемлекет бюджетіне қаражат құяды екен. Аз ақша емес әрине. Ал басқа бір елдер, мысалы, естиміз енді Жапонияда жаңағы жапон қызы шетел азаматына тұрмысқа шығатын болса, азаматтықтан бірден айырады, оның туған балалары да азаматы болып саналмайды деп айтады. Енді дәл сондай болмаған күннің өзінде жапон қыздары шетелдіктерге тым сирек тиеді. Оған ұлттық тәрбиесі өте жоғары және экономикалық әл-ауқаты өте жақсы. Ажырасу жоқтың қасы. Сол себептен де осындай үрдіс қалыптасқан. Жапония тек бір жапон дейтін ұлттан ғана тұратыны белгілі. Мінекей, олар өздерінің ұлттық тұтастығын осындай сақтап отыр. Енді араб елдерінде болса, әсіресе Сауд Арабияда сол жердің қызымен некеге тұру деген енді қиынның қиыны. Тұрған күннің өзінде азаматтық берілмейді екен. 75 жыл сол Сауд Арабиясында өмір сүру керексіз. Қысқасы, өміріңіз таусылады деген сөз ғой. Мінекей. Көрдіңіздер, мен осындай әлемде, басқа елдерде осындай шаралар қабылдап, шектеулер қойып жатыр. Ал бізде неге ондай емес? Қазақ қызы соншалық құнсыз ба? Жарайды, біз шетелдіктерге үйленгенде енді заң бойынша, халықаралық келісім бойынша мүлдем шектеу қоя алмаймыз. Шындық, одан айналып өте алмаймыз. Десе де, жаңа елдер сияқты бізде неге осындай ел бюджетіне ақша құйсын, басқа да түрлі кедергі келтіретін талаптарды қоюға неге болмасқа? Соған тағымыз бар. Ол қиын беді, соған қарсы заң қабылдау. Бұрын сол қазақ қыздарының ар-намысын қорғау үшін жаңағы қазақтағы ең үлкен даудың бірі, жер дауы, жесір дауы дейміз ғой. Жесір дауы оңай болған жоқ. Оған тұтас рулы ел қатысқан, жаңағы қанды қырғын болған. Тарихта ондай деректер жетіп артылады. Көрдіңіз бе? Тіпті жесірінің өзін жібермеген, сонымен жетім жылатпаған, жесірін қаңғытпаған. Ал енді бізде қазіргі заманда өкінішке орай жесірлеріміз тым көп. Ажырасудан әлем бойынша біз екінші орынға шығыппыз. Масқара. Бірінші орында Малдивия аралдары дейді. Екінші орында біз, үшінші орында Ресей екен. Соғыс болып жатқан Украинаның өзінде ондай көрсеткіш жоқ. Қараңыздар, енді осының бәрін қалай түсінеміз? Айдың күннің аманда, бейбіт заманда біздің қыздарымыз да осындай жесір қалдырып жатырмыз. Ұрпақтарымыз жетім болып жатыр. Оған кім кінәлі? Біздің еркектердің жауапкершілігі осыншалық дәрежеде түсіп кеткен ба? Бір рул елдің намысын қорғау былай тұрсын, бір ұлттың намысын қорғау былай тұрсын, бір отбасының бүтіндігін сақтай алмаса, соған намыстанбаса не дейміз енді?
енді бірыңғай жігіттер қауым кінәлаудан аулақпыз десе менің тірек еркек емес пе? Егер еркегі мықты болса, ожданды болса, әрине оның дүниесінің көп маңызды емес. Отбасына адал болса, әйел затын ардақтап сыйлай білсе, балаларына күйіне білсе, мұндай жағдай болмас еді ау деп ойлаймын енді. Әрине енді қыздарымызда да осындай жеңіл жүріске салынып жатқан, жеңіл жолмен ақшасы тапқысы келген, немесе тұрмыс жағдай жақсы, ақшасы бар, жай күйі бар, ондай жігіттерге тұрмысқа шығам дейтіндері де жоқ емес әрине. Енді ол нарықтық заманда ондай көзқараста болуын қате деп те айта алмаймыз. Жақсы асырап бағалатын, жақсы жағдайда өмір сүруге мүмкіндігі болатын сондай жігіттерді таңдау заңды да. Бастысы енді ол дүниеде тұрған жоқ, екеуінің сыйластығында тұр. Енді бұл әлемде мындай бір тенденция бар екен. Бір ұлтты аздырам десең, оның алдымен әйелдерін аздыр, қыз-келіншектерін бұзып, жолдан тайдырсаң, ол ұлтты азғындайды деп. Сол үрдіс бойынша кезінде мынау Францияға ойбой, француз қыздары әлемнің ең сұлулары, арулары деп мақтап, сондай аспанға көтерген. Содан француз қыздары жаңағындай жеңіл жүріске түсті, азғындады, бұзылды деп айтылады. Сонымен қазір таза қанды француз табу қиындап, аралас неке көп. Француздарда, Францияда кәдімгі басқа шетелден келген келімсектер қаптап кеткен, сонымен аралас неке өте көп дейді. Барып жүргендер айтады. Одан кейін сөйтіп шетінен бұзған мынау. Енді Түркияда бір кезде түрік қыздары оранған, сондай діннің ықпалымен сондай өмір сүрген. Ататүрік билікке келуден бұрын, Түрік республикасы құрылудан бұрын олардың да етегін көтермекші болған дейді. Мынау әлемдік ару байқауы деген бар ғой. Ол шынында осы қыздардың, сұлу қыздарды таңдап, солар арқылы басқа әйел затын аздыру, бұзу екен де бұл саясаттың бірі. Көрдіңіздер ме? Сол кезде соған қатынасқан бір түрік қызын енді онша бір енді озып тұрған кереметтей сұлу болмаса да жаңағы шарттардың бәріне толтырып, соны бірінші бас жүлдеге шығарады. Оны да өткен шығарылымда айттық. Оған бірақ соңғы айналымда талап қойылады: егер сен кәдімгі киіміңді шешіп жалаңаштанып іш киіммен ғана шығатын болсаң, бас жүлде сенікі болғай тұр. Әлем аруы болғалы тұрсың. Егер оған көнбесең, сен әлем аруы байқауынан өтпейсің дейді. Осы кезеңнен аяқталады. Сонымен енді бір қадам қалып тұрған кезде кім енді әлем аруы болғысы келмесін, жаңа түрік қызы жолдан тайып әлем аруы болады екен, шешініп. Сонда жаңағының комиссиясы бар, осыны ұйымдастырып отырған топ, солар айтты дейді: біздің ең үлкен жеңісіміз бүгін түріктің қызын шешіндіре алдық деген. Көрдіңіздер ме? Мінекей, сонымен Түркияда да аралас неке болып, жаңағы Еуропаласы үрдіс күшейген. Кейінгі кездер қайтадан осыны қолға алып, ұлттық идеологияға жақсы жүріп жатқанын білеміз. Жаңағындай заңдар кіргізіп отыр. Мысалы, түрік қызы шетел азаматына тұрмысқа шығатын болса, $80,000 бюджетке ақша құю керек. $80,000 деген аз ақша емес. Түркиядан кемінде 2 үй сатып алатын ақша болу керек. Жоқ дегенде үлкен қаладан, Терезтанық районынан 1 үй сатып алатын ақша. Неке арымыз. Көрдіңіздер ме? Осындай шектеулер бар, бізде ондай жоқ. Сондықтан да бізде келімсектер қазақ қыздарын келіп шекесінен шертіп таңдап алып жүрген жайы бар. Қараңыздар. Өткенде бір Қытай блогерді айтты ғой, да бір шығарылымда айтқанбыз, оны TikTok-тан таралып кеткен, ол видеосын көрдіңіздер. Мына жаққа келіңіздер, Қазақстан, мынау қыздары аз ақшаға етегін ашып жата береді екен, ұрықтарыңды шашыңдар, осында келіп көбейіңдер деп Қытай, өзінің Қытай азаматтарына үн қатты сол блогер. Осындай дәрежеде ашық айтуға келіп тұр. Оған да бір себеп біздің мынау Қытаймен жұмыс жасап жүрген, Қытайдың аз ақшасына алданып жүрген, намысынданға сатып жүрген жігіттеріміз жеңгетай болып, сол Қытай жаңағы келімсектеріне, жаңағы Қазақстаннан келіп ақша тапқалы жүрген, аранын ашқан қу Қытайларға, солардың қойындарына
қазақ қыздарын салып береді екен. Оны естіп жатырмыз. Оған дәндеген Қытайлар тіпті шектен шығып, жаңағындай мәлімдеме жасап әуелі тұтас ұлттың ар намысына тиіп сөйлеп жүр. Олардың бір ел аузына екі ел қақпақ қоятын ешкім болмай тұр. Оған да өзіміз кінәліміз. Сосын Қытайлар аштан ашып үйленген жаңа бізде таратып жатыр. Оны біздікілер ойпырмай қол шапалақтап, төс соғыстырып, құда болып, ырым-жырымызбен өтеп, соны төрімізге шығарып, құрақ ұшып жүрміз. Оны да өткенде бір шығарылымда видеосымен, дәлел фактімен көрсеттім. Қараңыздар енді, не дейміз енді. Сонда жаңағы 2007 жылғы денсаулық мәліметінде 74 қазақстандық қыз Қытайға тиген болса, одан кейінгісі белгісіз. Енді сол 74 ресми ма, жасырып отыр ма, жағы тағы да белгісіз. 2007-ден бері тағы да міне 18-19 жыл өтті. Одан кейінгі кездер міне Қытайдың қаптап келуі және Қазақстан қыздары менен некеге тұруы көбейгені белгілі. Ол қоғамның алаңдаушылығын тудырып отыр. Бұлардың некеленуі мақсатты түрде болып жатыр. Бірінші Қазақстан азаматын алады, екінші үш жерде туылған балалар Қазақстан азаматы болып, Қазақстан азаматтарымен ұқсас игіліктенеді. Барлық заңдық құқықтар сақталады. Және сайлаудың құқығы болады, оны білесіздер. Бейбіт жолмен қалыптасқан үлкен диаспора біздің демографиямызға ықпал етеді. Азшылық тудырады. Енді оны мынау Сингапур жақсы мысал ғой. Негізінде Сингапур Малайзияның бір қаласы болған кезінде бір өлкесі дейміз ба, сондай. Сосын 60-шы жылдардың басына келген кезде Қытайлар көбейіп, жаңа тұтас Сингапур сол өлкесін жаңа Малайзияның 70%-на жетіп қойыпты. Сонымен амал жоқ. Малайзия бұны өз алдына бөліп тастаған. Ондағы мақсаты одан ары Қытайды деп тұтас Малайзияны қамтып кетпесін, жаңа бейбіт түрде жолданып кетпейік деп, яғни жаңағы бір мүшесін кесіп мүгедек болған сияқты ғой. Енді амал жоқ. Бүкіл денеге жайылып, бүкіл денені алып қоятын болғаннан кейін, өміріне қауіп төнетін болған жағдайда адамның ара ағзасын амал жоқ опрессиямен кесіп алып тастайды ғой. Сол сияқты болды ғой. Болды. Сонымен Сингапур бөлек ел болып кетті. Амал жоқ. Бірақ ағылшын тілін негізі мемлекет тілі етті. Еуропаға, Америкамен жақсы жұмыс жасады. Олар 70%-ның үстінде Қытай болса да, кейінгі Қытайлардың келіп азаматтығын шектеген заңдар қабылдапты. Сонымен өздерінше бөлек ел болып кетті. Мінекей оның ағылшын тілі, Қытай тілі, және малай тілі сондай қолданылады екен ол елде. Негізгі білім беру тілі ағылшын тілі, Қытай тілі екен. Соған қарамастан олар Қытайдан өздері Қытай бола тұра шектеп, осындай кәдімгі бір ел ретінде жасап жатыр. Дамыған ел болды тағы. Оны да жақсы білесіздер. Көрдіңіздер ме енді? Біз енді Қытайға іргеміз тиіп тұрған көрші елміз. Мына жағдайда визасыз режиммен келіп жатыр. Оның да қауіп-қатерлері туралы көптеген зиялы қауым өкілдері дабыл қағып айтып жатыр, айтуын айтып жатыр. Біз өткен шығарылымдарымызда біраз сұхбаттарымыз, видеоларымыз шығарылды. Енді естір құлақ болса, онда да біз арандату мақсатыменен емес, алаңдаушылық, елдің ертеңіне алаңдаушылықтан айтылған дүниелер, ұлтқа деген жанашырлықтан болған нәрсе. Дабыл қағып енді соны бір ескертіп жатырмыз, еститін құлақ болса. Ал енді естімесе, ескермесе, кәперіне алмаса, ел болып, билік болып, халық болып, енді осыған бір қам-қарекет жасамаса, онда енді амал жоқ. Болашағымыз бодандыққа ұшырауы әбден мүмкін. Көрдіңіздер ме? Экономикалық экспансиясына түсіп жатырмыз. Борышты бодандық деп кезіндегі ұлы жазушы, ұлт қайраткері, қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаев ағамыз жақсы айтқан. Расында борышты бодандық болады. Енді мына жақта демографияның өсуін қараңыз, сөйтіп некелену осылай көбею өсу енді аяғы соғып тұр. Енді жұмысқа саясат жүріп жатыр. Және қазақ қыздарын аздыруға түрлі сырттан сондай идеологиялық шабуылдар болып жатыр. Оны да білесіздер. Жаңа Әлем Арынбаев байқауына қатысып жатырмыз. Одан жаңа жүлде қылады. Онда қазақ қыздарына береді. Сөйтіп қазақ қыздары тіпті де ашық-шашық болып жатыр. Мына тойларда ашық-шашық қазақ қыздары келіп билеп жүр. Қайсының ғана бір видео таралды. Мынау тиктокта жүрген Құдай салмасын бір қыз тек өзінің іш киімімен ғана шығып тұр да, соны билеп бір орындықтың шықса, ана бір жігіттер лап қойып, қазақтың жігіттері ана қызды
Құдай салмасын, ана денесін сипалап өліп барады. Сондан жерде қаншама өзінің бала шағасы, туыс қиысы, жора жолдасы, анау келіншектері, қыздар отырған шығар. Енді соны ұялмай ма, не деген сұмдық. Құдай сақтасын, әр қыздың намысын қорғайды деген қазақ жігіттері сөйтіп жүр. Не деген масқара мынау, не деген намыс жоқ бізде. Не болып кеттік сонда? Бүкіл дүйім жұрттың көзінше тойда, ана үлкен ресторанда сол болып жатыр. Құдай сақтасын енді, айтарға сөз қалмады енді. Намыссыз жігіттер екен мына ұрғай, бізде намыссыз жігіттер көйіп кетті. Арын намысқа сататын жаңағы, көзін бақырайтып қойып тұр. Қызын намысқа сататын. Ол енді біреудің қызы, біреудің қарындасы. Мүмкін біреудің болашақ жары не болса да. Ал біздің қылығымыз мынау. Соның бір көзіне шұқыған бір жігіт болған жоқ қан жерде. Бір үлкен ақсақал болған жоқ қой, мынау не деген масқара, жалаңаш шығып билеп. Не істеп жүр мыналар? Мынаны кім ұйымдастырды? Мына сайтанды кім әкелді? Деп шыққан, ол бір тепсініп шыққан бір ақсақалың жоқ. Сол ақсақалыңда аузынан су ағып соған қызықтап, ішіп жеп қарап отырау деймін енді. Білмеймін, не болып жатыр? Құдай сақтасын енді. Қалай ел боламыз сонда? Мінекей жаңағы бір ұлтты бұзам десең алдымен әйелдерін бұз деген екен ғой, сол бұзылып жатыр ғой біздің әйелдеріміз. Оны өзіміз қоса бұзып жатырмыз. Тез ажырасады. Баласымен ау жесір қалды жас келіншек. Енді қайтып отырады жалғыз өзі, құдызесін құшақтап. Қытай болсын, кәрісі болсын, негр болсын біреуіне тие салады. Кім дұрыс қарап бақса болды, соған тиеді. Соның етегін ұстайды, соны жүре береді, судың баласын өмірге әкеле береді. Болды. Біздікі жаңағы ұрып сабап жатса, алды қорлықпен өлтіріп жатқандар бар ғой. Не дейсіз енді? Жаңағы шенеунік болып шіренген кезіндегі Бешімбаевың анау екінші қылып алған әйелін, жап-жас келіншекті жаңағы ұрып азаптап өлтірді ғой енді. Оның соты да жыр болды білесіз. Оған не жетпей жатыр сонда. Ақша деген бар, атақ деген бар, азаптап өлтірді. Ондайлар көп. Тіпті міне Талдықорғанда бір жігіт анау жақсы жағдайда өскен келіншегін не атқа сүйретіп өлтірді, не қылды, азаптап өлтірді, о да жыр болды. Көп сондай. Айта берсеңіз, мысал көп. Жақында ана Талғарда, Құдай сақтасын, осы Талғар әйтеуір не нәрседен жамандықтың ұясы болды ма, аты шулы болды әйтеуір. Ана мас болған әкесінің қызы, 15-тегі қызын пышақтап өлтіріпті. Қызы енді анандай алқаш әкесіне шыдамай кетіп, алқаш деп болған ғой соған. Сен мені алқаш дедің деп. Құдай сақтасын, 30 жерінен пышақтады деймін ана 15-тегі қызды. Енді бір ғой, не дейміз енді, құлағымыз жауыр болды ғой қазір. Естімейтін нәрсені естейтін болдық. Шыққыр көзім нені көрмейді дегендей. Шыққыр көзім нені көрдім дегендей, солға көзіміз не бір адамның да ойына кірмейтін сұмдықты естейтін болдық мінекей. Не дейміз енді, әкесінің өзімен кішкентай қаршадай қызын сөйтіп пышақтап өлтіргенге дейін барып жатқан ел болдық біз. Қалай сонда? Қалай енді? Тұтас қазақ қыздарының, әйел затының намысын қорғай аламыз? Қалай ардақтап ұстай аламыз? Олардың намысымыз ұлттық намыс ретінде қорғай алмасақ, үстіп өзіміз қорлап жатсақ, зорлап жатсақ, өзіміз аяқ асты етсек, өзіміз әуелі өлтірсек, құртсақ, болды ғой енді. Атам қазақтың сөзі бар енді, ана бір қызды тәрбиелегенің, бір ұлтты тәрбиелегенің дейді. Ұлды тәрбиелегенің, бір әулетті ғана тәрбиелегенің деген. Көрдіңіз бе, өйткені ол ана болады болашақ. Ал сол ананың тәрбиесі дұрыс болса, бала дұрыс болады. Ал аналары бұзылған қоғамда, қыздары бұзылған қоғамда, ол ұрпақтың тәрбиесінен ауыз ашпай-ақ қояйық. Сондықтан да қазір бізде неше түрлі балалар өсіп келе жатыр. Мектепте мен сабақ беріп жүрмін ғой. Жалғыз басты ата-ананың балалары бір сыныптарға жиналып қалған, солай жинап қойған нашар оқитын балалар. Сөз тыңдамайды, Құдай салмасын, психологиясы мүлде бұзылған. Ана сыныпқа бір сағатқа сабақ өтіп шыдап шыға алмайсыз. Айғаймен тек қана бір қоя, осы енді сабақ өту емес, сол бір сағат тыныш ұстауға айғаймен өтіп кетесіз. Бұрынғыдай қол тигізу, қорқытып қою деген нәрсе тағы жоқ болды ғой. Үстен жауапқа тартыласың. Біреудің баласына қолың тиіп кетсе болды, бәле қыласың. Олардың шешелері бәле қор дейді, шауып біледі екен. Менің баламды ұрсыпты, менің баламды тұрғызып қойыпты деп. Ал керек болса міне. Әке тәрбиесін көрмеген, жаңа анасына әбден еркелеп алған, анасынан ұқсап отыр. Сөзін сөйлеп, сонымен не дейміз енді? Ұлт бұзылып жатыр ма? Бұзылып жатыр. Су басынан тұнит дейді ғой. Біздің сол бастау қайнар көздеріміз, осы аналарымыз, қыздарымыз.
олар былғанып жатса, енді лай болып ақпағанда қайтеді, лай болып ағады. Не бір ұлттық идеология жоқ. Заңымыздың сиқы мынау, заң атқарушыларымыз, билік басындағылар мынау. Нақты мәлімет те бермей отыр, бәрін жасырып жауып отыр. Жауырды жабата оқып отыр. Басын қатады, енді не болады деп ойлайсың енді. Білмеймін. Ашынғаннан айтасың ғой, енді ашынғаннан шығады ащы даусым дейді. Иә, енді құрметті ағайындар, Мұхтар Мағауин атамыздың бір керемет сөзі бар ғой. Әлемдегі ең сұлу ол қазақ әйелі. Ол менің анам, ол менің жарым, ол менің қызым дейді, иә. Ол енді өңінің сұлулығын айтып отырған жоқ. Мынау енді қазақ қызы деген енді ғажап лайықты, сондай ұлттың ар-намысын сақтаған, салт дәстүрін сақтаған, жаны сұлу, керемет бір сүйсінетіндей, аяулы, ардақты арулар, көркіне көңілі, ажарына ақылы сай. Сондай бір ақылман аналар, қазақтан көп шыққан даналар деп, сол жағынан бағалап айтып отыр ғой енді ол кісі. Ал енді қазіргі заманда ол керісіне кетіп жатыр. Кім кінәлі? Білмеймін. Тұтас ұлтты кінәлаудан аулақпыз әрине. Тұтас халықты қаралаудан аулақпыз. Десе де бұл күн сайын көбейіп келе жатыр ғой. Соған бір мәудемейтін болдық. Мына көшеде жаңегіндей қысқа юбкамен көйлекпен жүрген, ашық шашықтың азақ алдында жүрген қыздарға бір үлкендер барып, ей мынауың не қызым, сенің әкең қайда, шешең қайда, не киімге жармай қалғасың, етегің неге жаппайсың деп айтпайды. Қайта оған көзін сатып қарайды. Ал енді оранып жымқанып бір қыз дін ұстанып жүрсе, оған ойбай мынау араб құл, не болып кетті Құдай-ау, не масқара, қазақтың салтында жоқ, қазақ қыздар үйтіп оранбаған, тақиясын киген, жаңағы бір метек көйлегін киген, әдемі қазақы киімін киген, жүзі ашық жүрген, шашын өріп оспырын бүйтіп қойған деп айтқанда сондай. Солардың қыз-келіншектері сөйтіп қазақы киініп жүр ма? Жарайды, айтқандай ақ болсын. Қазақша киініп жүр ма? Жаңағыдай тақиясын, немесе сәукелесін, жаулығын, жаңағы әдемі көйлегімен киініп жүр ма? Жоқ, әрине, жоқ. Ондай киініп жүрсе, оған да бір түрлі дүре қарайды. Концерт болайын деп жатыр ма? Наурыз болайын деп жатыр ма? Наурызда ғана киініп шығады ғой, жаңағы әйелдер, әжелер болып өздері ұлттық киімді. Басқа уақытта біз кимейміз. Ұлттық ерекшелігіміз жоқ біздің. Қараңыздаршы енді, не дейміз? Осындай дәрежеге түсіп қалдық, құрметті ағайындар. Не дейсіздер енді? Сіздер енді комментарий жазып өздеріңіздің ойларыңызды бөлісіп кетіңіздер. Осы видеоны барынша бөлісіп таратып қойыңыздар. Және шыққаннан ауыр қоңыраушаны саусақтарыңыз алтын болса да бір баса кетіңіздерші. Барынша тіркеле кетіңіздерші. Сіздерден өтініш сол. Иә, сөзімді осы арадан тізгіндейін. Сөз тізгінін тартайын. Амандық саулық болсын. Қазағымыздың қыздары қылықты, ұлдары рухты болсын. Иә, құрметті ағайындар, ықыластарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.